Барша қазақ елінің қазақ жерінде тұратын ер азаматтарды 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен және де 9 мамыр жеңіс күнімен шын жүрегіммен құттықтағым келеді. Өйткені бұл екі күн еліміз үшін, халқымыз үшін өте маңызды, зор десе де болады. Өйткені біріне себепкер десе де болады. Сондықтан да барша еліміздің ер азаматтарын шын жүрекпен құттықтағым келеді. Өйткені қашанда болмаса да 7 мамыр отан қорғаушылар күні. Бұл өздеріңіз білесіздер, бұл біздің еліміздің жастарымыздың қазіргі ұлттық патриоттық сезім арқасында отан қорғау керек деген мағынада арнайы жасалған мереке. Өйткені бұл болашағы зор, өйткені отанымызды қорғайтын, отанымыздың патриот болатын жастар отанымызды қорғап, әскерге барып, әскерде өз борышын өтеп жатса, ол нұр үстіне нұр болады. 9 мамыр ол әрине біздің еліміз үшін, жеріміз үшін өте маңызды зор мереке. Өйткені осы күні біздің ата ағаларымыз қанша қан төгіп, осы кең байтақ елімізді, жерімізді алып қалған. Сондықтан да бұл күні біз үшін өте маңызды десе болады. Сондықтан да бұл күнді осы күнмен, осы жеңіспен, осы кең байтақ даламыздың аман қалуымен барша елімізді құттықтаймын. Және де оның ішінде өзіміздің еліміздің азаматтарын, ата-аналарымызды, оның ішінде соғыс ардагерлерін ерекше құттықтағым келеді. Сондықтан да ол кісілерге өздері санаулы қалып, тек қана амандық, жақсылық, бақыт тілегім келеді. Осы мереке, қос мерекеміз құтты болсын, тәуелсіздігіміз ұзағынан болсын, елімізде тыныш, бейбітшілік заманы болсын.